Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі тақырып витамин D. Қай компаниянікі, қай брендтікі жақсы, қаншадан ішу керек, не үшін ішу керек деген сияқты сұрақтарға жауап беремін. Мен Айдын Құсайынұлы, дәрігер педиатрмын. 10 жылдан бері балаларды емдеумен айналысып жүрмін. Подписаться батырмасын басып, маған тіркеліп алсаңыз, онда кеттік, бастайық, иә? Жалпы витамин D-ні иммунитетті көтереді, гормондық балансты дұрыстайды, артық салмақ болуын алдын алады деп біз жалпылама айтамыз, иә. Бірақ сіздерге түсінікті болу үшін мен мынау диагноздармен оның жанындағы пайыздық көрсеткіштерін мен сіздерге көрсетейін, иә. Не үшін ішу керек деген сұраққа. Қараңыз, витамин D сіздің ағзаңызда жеткілікті болса, балаңыздың ағзасында жеткілікті болса, сіз оны осынша пайызға алдын аласыз, осы аурулардың алдын аласыз. Не болмаса, өзіңіздегі, жақыныңыздағы болуы мүмкін аурулардың алдын аласыз. Енді түсінікті тілде бір түсіндіріп өтейін. Жалпы рахит деген ол балалардағы сүйек тінінің жұмсаруы. Борпылдақ, морт сынғыш болып кетеді ғой. Астеомаляция деген тура сол, бірақ ересектердегі түрі. Егер адамның ағзасында витаминді жеткілікті мөлшерде болса, 100% осы рахит астеомаляциядан құтылуға, не болмаса оның алдын алуға болады. Дәл сол сияқты рақта 75% деп тұр, иә. Қант диабетінің бірінші түрінің типінде 80% деп тұр, екінші типінде 50% деп тұр. Сол сияқты мынау 80-50% көрсеткіштер төменгі жағында қан тамыр аурулары, инсульт, инфаркт деген сияқты. Бұл пайыздық көрсеткіш қалай десеңіз, мысалға, осы уақытқа дейін жалпылай ракпен ауырған 100 адамды алсақ, егер сол 100 адамның ағзасында витамин D-нің мөлшері жеткілікті болғанда, 100 адамның 75-і ракпен ауырмауы мүмкін еді. Дәл сол сияқты қант диабетімен 100 адамның, екінші типті қант диабетімен 100 адамның 50-і ауырмауы мүмкін еді. Егер витамин D-нің мөлшері ағзасында жеткілікті болғанда. Жеткілікті деген қанша? Лабораторияға барасыз, олимпқа, білмеймін, инвиво, инвитроға барасыз да, мен ағзамдағы витамин D-нің мөлшерін білгім келеді десеңіз, ақшасын төлесеңіз болды. Венаңыздан қан алады да, қазір алса кешке жақын анықтап береді. Егер сол жердегі көрсеткіш 50-ден төмен болса, онда сізде витамин D төмен деген сөз. Негізгі лабораторияның өзі интервал референсті 20 мен 100 деп береді, бірақ 20, 30, 40 деген төмен көрсеткіш болып саналады. Сондықтан 50-ден төмен түсірмеуге тырысыңыз. Негізгі ең жақсы ол 80, 90, 100 болса тіптен керемет. Жалпы осы витамин D-нің шығарылу түріне байланысты спиртке дайындалған, ерітілген, суға ерітілген, майға ерітілген болып, осы 3 түрде шығарылады. Енді бұның ең жақсы, ең тиімдісі, біздің ішегімізде ең жақсы сіңетіні ол майда дайындалған. Себебі витамин D ол майда еритін витамин. Енді өте сирек жағдайларда болады, бір балаларға витамин D берген кезде олар гиперактивный болып, мінез құлқы шамалы өзгеріп, қозғыш, раздражительный дейміз ғой, сондай болып, ұйқысы бұзылып жатады, өте сирек жағдайда. Ондай кездерде суда дайындалған, спиртта дайындалған түрлерін бере беруге болады. Жалпы қай фирманікі тиімді деп айтатын болсақ, енді бұл жерде баланың жасына байланысты бөліп алайық бірінші. Жаңа туған нәрестеге ең тиімді түрі ол біріншіден тамшылатып беретін түрі. Аптекада сатылатын D3 Max Baby деген витамин D бар. Мына жерге суретін шығарып қояйын. Осы балаларға өте ыңғайлы, өйткені дозасы өте аз. 200 дозадан басталады, бір басқаныңыз. Жаңа туған балаға бір айлығында 200-ден дозадан бересіз. 2-3 айлығында арғарай біртіндеп, тағы бір тамшыдан қосып отырасыз. Сөйтіп, бір жасқа жеткен кезде, шамамен бала 800.000 дозада осы витамин D-нің мөлшерін қабылдау керек. Ал одан кейінгі, одан көп дозалықтары бар. Дәл осы D3 Max Baby-дің D3 Max актив деген түрі бар. Оның бір тамшысында 500 бірлік витамин D-нің дозасы бар. Ол да енді 6 айдан асқан балаларға ыңғайлы. 1000 единица беру керек болсаңыз, 2 рет баса саласыз.
Одан кейінгі жаңағы 2 жастан ары қарай витамин D-ның берілуі ол мынау New Wave компаниясының High Wave деген витамин D3 дәрумені. Бұның артықшылығы бір рет басқанда 2000 доза. Яғни ересек адамдарға да ала беруге болады. Бұның құрамында MCT деген май бар және Е витамині бар. MCT майы ол ағзаға артық холестерин, артық май болып жиналмайды. Ол қазір ішсе, қазір сіңеді және қазір энергия болып жаратылады. Сондықтан өте пайдалы майға ертілген. Одан кейін Е витаминін білесіздер, өте көп ағзада қызмет атқарады. Соның ең маңыздыларының біреуі ол анти-эйдж, яғни қартаюға қарсы әсер. Тырнақтың жаңағы сынғыш болуы, терінің әжіммен емес тегіс болуы, терінің әртүрлі бөртпелерден сау болуы, не болмаса шаштың көп түсуі, шаштың сынғыштығы, барлығы осы витамин Еге байланысты. Және де бұл витамин Е ағзаға керек өте күшті антиоксидант. Енді бәрімізге бағасы маңызды Е қазір. Сондықтан бағасын бірден айта кетейін. Шамамен 14-15 мың теңгеден, енді шамал плюс-минус 1000-2000 теңге сатушыға байланысты. Бұл жаңағы 200 доза болады ішінде. 2000 единицадан 200 доза. Яғни сіз 3 жастағы, 4 жастағы балаға берсеңіз, 200 күнге жетеді. Келесісін айтайын, бұл iHerb-тың витамин D-сі. Витамин D қосылған витамин К2. Енді К2 витамині бұл ағзамызда өте көп қызметтер атқарады. Негізі К2 витаминін біз біріншіден тамақтан алуымыз керек, екіншіден асқазан ішек жолдары өзі витамин К-ны өндіріп жасай алу керек. Бірақ қазір көбіміздің асқазан ішек жолдарымызда проблема болғандықтан, ішек микрофлорасы қалыпты емес болғандықтан, дисбиоз болғандықтан біздің өзіміз К витаминін өндіре алмай қалдық. Сондықтан витамин К осы D3 пен қосылған түрін ішуде өте пайдалы. К витамині біз жаңағы кальцийді тамақтан қанымызға сіңіріп алдық қой. Соны енді сүйекке жеткізуші осы К витамині болып табылады. Бұның бағасы қателеспесем 11-12 мың теңгеден тұрады. Дәл қазіргі кезде iHerb приложениесінен тапсырыс бере аласыздар. Одан кейін енді ең арзан, бірақ тиімді деген витаминді ол No деген брендтікі. Дәл мен ұстап отырған ол 10 мыңдық дозадағы витаминді, осының 5 мыңдығы бар, 2 мыңдығы бар капсула түрінде. Бұның бағасы шамамен 2 мыңдығын алсаңыз 5 мың теңге, 5 мыңдық дозасын алсаңыз 8 мың теңге, 10 мыңдығын алсаңыз 10-11 мың теңге деген сияқты. Ақырын-ақырын дозасы көбейген сайын, ішіндегі капсула саны көбейген сайын, бұның да бағасы ақырын қосылып отырады. Мысалы, мынаның ішінде 240 капсула бар. Дәл осындай 120 капсулалығы бар. Жалпы витамин D3 туралы менің өзімнің науқастарыма беретін, балаларыма, туыстарыма беретін, өзім ішетін витаминдердің қатарында осылар бар. Жалпы қамтылмай кеткен, ішіңізде қалып кеткен сұрақтарға жауап болмаса бұл видеода комментарийға жазып кетіңіз. Мен жауап беретін болам оларға. Және де өтініш лайк басыңыз, жақындарыңызбен бөлісіңіз. Бағанадан бері мен сізге айтып отырған осы пайдалы ақпараттарды сіз біліп қана қоймай, оны істемесеңіз, өміріңізге ешқандай пайда бермейді. Сондықтан істеңіз, кейін рахмет айтасыз.